Сәлеметсіз бе, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Әбіш Кекілбайұлының өмірі мен шығармашылығы үркер романы. Сабағымыздың мақсаты көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет сыйлықтың иегері, түркі дүниесіне қызмет халықаралық сыйлығының лауреаты Әбіш Кекілбайұлының қаламгерлігі, қайраткерлігі, шығармашылығы туралы оқушыларға кеңірек таныстыру. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы 6 желтоқсанда Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданына қарасты Мырзайыр құдығының басында қарапайым домбырашы отбасында дүниеге келіпті. Арғы-аталары туралы ел ішінде жағымды аңыздар мен әңгімелер бар. Жазушының әкесі Кекілбай ақсақал әдемі қоңыр дауысы бар, ақ жарқын, жылы жүзді, күйді нақышына келтіре орындайтын кісі болған. Әкесі 1941 жылы соғысқа аттанып, сол кеткеннен оралмады. Анасы Айсәуле Таушықтағы көмір шахтасына жұмыс жасаған. Сонымен бірге колхоздағы науқандық жұмыстарға белсене араласқан. Балдай тәтті балалық шағы Ұлы Отан соғысына кеткен әкесінің күтумен өткізді. Қатал тағдыр бала Әбіштің бұғанасын қатайтып, ерте есейтті. Бала кезінен өте зерек болған. Мектепте оқып жүргеннен бастап баспасөз беттеріне бірнеше ауыл өміріне байланысты мақалалар, шағын хабарламалар жіберіп тұрған. Жас кезінен қазақ даласының ұлан-ғайыр тарихын жадына сақтай жүріп, бүгінде ұлы суреткерге, көрнекті қаламгерге, ойшыл кемеңгерге, қоғам және мемлекет қайраткеріне, халық жазушысына айналды. Әбіш Кекілбайұлының ата-бабалары: Қожаназар, Таған, Көпжасар, Өтек, Жаманқұл, Қоқым, Кекілбай, Әбіш. Енді Әбіш аға қазақ мемлекеті шаңырақ көтерген шақта аса жауапты биіктерден көрінді. Парламент жұмысына жетекшілік етті. Мемлекеттік хатшы, президент кеңесшісі, парламент депутаты болды. Ол мықты саясаткер де бола білді. Оның қаламынан шыққан шығармалары қазақ баласын ойлануға, толғануға, қайраттануға, айбаттануға, болашаққа үмітпен қарауға шақырады. Әбіш Кекілбай философ, мәдениеттанушы, тарихшы, аудармашы, өнертанушы, ғалым, қоғам қайраткері, саясаттанушы, жазушы, шешен, ақын, көсемсөзші болды. Оның Аңыздың ақыры, Елең алаң, Үркер сияқты тарихи романдары оқырманның ойын өсірсе, Күйіш, Шыңырау, Бәсеке, Қаншадария хикаясы, Құс қанаты, Шеткер үй, Бәйгеторы тәрізді хикаят повестері, әрліден әрлі әңгімелері әлем әдебиеті мен көркем ойының қазынасын молайтты. Тасбақаның шөбі адам қасиеттерінің қалай дараланып ерекшеленетін, заман адамдарының шынайы тыныс-тіршілігін әр қырынан көрсетіп, кімнің қай жерде биіктейтін шынайы суреттейді. Ал бір шөкім бұлт, дала баладалар, бір уыс топырақ шығармаларында қазақ жерінің бір шөкім бұлты, шалқар даласы, таулары, бір уыс топырағын шығармаларға өзек етіп, шынайы болмысын суретсесе, Абылайхан драмасы тәуелсіздік алған қазақ елінің жаңа әдебиетінің төлбасындай. Енді балалар, Үркер романы қазақ ел басына өткерген аса ауыр кезеңдерде, яғни 17-18 ғасырларда орын алған ірі оқиғаларға, тарихи деректерге сүйене отырып жазылған тарихи роман. Бұл тарих шежіресін жырлайтын тамаша туынды. Роман мазмұны ең басты нағыз өсекті мәселесі қазақ елінің өз жері, өз бостандығы, дербес ел болып қалыптасу үшін талай жылдар бойы табан тіресіп жүргізген күресінің жайы, айбындасулары. Шығармада талай тар жол тайғақ кешулер арқылы өткен өткелдер жалпы алғанда дәлелді де әділетті айтылған. Шығарманың басты кейіпкерлері Тәуке хан, Әбілқайыр хан, Бөкенбай, Тевкелев немесе бірдің емес бүкіл елдің атынан сөйлеген билер Қазыбек, Төле би, Әйтеке билер. Бұдан басқа да персонаждар да ойдан шығарылған адамдар емес, өмірде, тарихта болған, қоғам өмірінде өшпес із қалдырған тұлғалар, қайраткерлер. Бұл шығарманың басқа шығармалардан ерекше айырмашылығы мен қазақ хандықтарының Ресей империясына деген көзқарасы, бұған байланысты бұл мемлекетпен жақындасуға мүмкін болса, тіпті одақ жасауға бағытталған ниеттері мен әрекеттері жан-жақты әңгімеленеді. Үйге тапсырма: Әбіш Кекілбайұлының Үркер романын оқу және Әбілқайыр тұлғасын ашу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.